Неге Алматыда көп жаңбыр жауып кетті, әсіресе кешке таман деген сияқты ше. Күндіз болсын, кешке болсын, сондай сұрақ келді ма біреуге? Оған дейін естеулеріңіз бар шығар, Дубайды су алып кетті, анау климат бұзылды деген ой келген болуы мүмкін. Жоқ. Бұл жасанды жаңбыр бізге қайдан келіп жатыр? Бізде Арал теңізін толтыру үшін бір кісі еңбектеніп жатыр. Сол жаңбырдың барлығы бізге келіп жатыр. Алматыға қалай келеді негізінен? Батыстан және солтүстік батыстан жаңбыр, бұлттың бәрі сол жақтан келеді ғой. Бұл кісі Алтай Рейнмен деген кісі болады. Инстаграмнан қарап көрсеңіздер, осындай қазақтың Тони Старк десек болады, тіпті өзін солай атайды. Мә, керемет. Соны қолдасаңыздар тіпті жақсы. Мә, ойлаңызшы. Алматының ауа райы бұндай емес еді ғой. Осы жылы тым көп жаңбыр жауып кетті. Оған дейін жаздар бізде қапыр қыстық. Қазір жаңбыр. Бірақ Алматыға бір қаупі бар, дамбалар жарылуы мүмкін. Солай осы жаңалықпен бөліс